Халықаралық Жәутіков олимпиадасының қатысушыларын күтіп алу рәсімі жалғасып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, Алматы қаласының білім беру мекемелері барлық сән-салтанатымен меймандарымызды күтуге дайын. Қонақжайлылық қазақ халқының ұлттық болмысының бір сипаты. Келген қонақты құшақ жая қарсы алу адамдар арасындағы бір-біріне деген сыйластықты, құрметті және қамқорлықты арттырады. Осы ерекше сыйластық Алматының халықаралық әуежайында көрініс тапты. Халықаралық Жәутіков олимпиадасының қатысушыларын домбырасын күмбірлеткен өнерлілер, ән салған қазақ аналары қарсы алды. Меймандарға құрт пен ірімшік, бауырсақ және арнайы сыйлықтар ұсынылды. Қазақ халқы өте қонақжай халық. Қазақтың ұлтына да, дініне де қарамай, ата-бабамыз келген қонаққа өз төрінен орын берген. Қазақтың әртүрлі салт-дәстүрі бар. Қонақжайлық деген есіктен кіргеннен қонақты шыққанша қарсы алған. Мұхит асып өз елінің абыройын білім додасында қорғауға келген жас білімгерлер мұндай ықыласпен құрметке дән риза. Қазақстанға 4-ші рет келуім. 2014 жылы халықаралық олимпиадаға келген едім, ал осы Жәутіков олимпиадасына биыл 3-ші мәрте келіп отырмын. Арменияда бұл олимпиаданың деңгейі жоғары. Қазақстан әрдайым жылы қарсы алып, жақсы шығарып салады. Жылы естеліктеріміз де көп. Оқушыларыма жеңіс тілеймін, ал олимпиада ұйымдастырушыларына мың алғыс айтамын. Жыл сайын деңгейі де өсіп келеді. Шынымды айтсам күтпедім. Керемет тосын сый болды. Қазақстанға келгеніме қуанып тұрмын. Жолда біздің рейсіміздің уақытын бірнеше рет ауыстырды. Сонда да мойымадық. Керісінше команда екенімізді сезініп, уақытты қызықты өткіздік. Биыл 22-ші рет ұйымдастырылып отырған білім додасына кіл мықтылар жиылған. Олар физика, математика және информатика пәндері бойынша білімдерін сынамақ. Мен бұл олимпиадаға қатысу үшін күніне 6 сағат дайындалдым. Қазақ халқы қонақжай екен. Жақсы қарсы алып жатыр. Қуанып тұрмын. Ұйымдастырушыларға көп рахмет. Әуежайдағы бұл көрініс туристердің де назарын аударды. Қазақ халқының қонақжайлылығына тәнті болған шетелдік қонақтар да өз пікірін білдірді. Сырттай бақылап тұрған едім, қуанышымды жасыра алмадым. Қазақ халқы неткен қонақжай. Айта кетейік, халықаралық додада әлемнің 16 елінен келген 612 оқушы бақ сынасады. Ұйымдастыру комитеті оларды барлық сән-салтанатымен күтіп алып, сәттілік тіледі. Әбдірахман Қайрат, Әтіргүл Өтеген, Ұрпағыны медиа, Алматыдан.